Хеу, ассалаумағалейкум достар, сіздермен темірлан кезетанасы және Roblox ойнайтын боламыз қайтадан. Мындай эфир режим бізде, мынандай не дейтін еді, мыналарда рыбалка, балық шаулайтын боламыз, балық аулаймыз достар. Сондықтан лайктарыңызды басып кетіңіздер, ана тіркеліп колокольчикті шертуге ұмытпаңыздар және комментарий қалдырып отырыңыздар. Айта бердім ғой достар. Қасымда ешкім жоқ, қазір видео түсіретін. Не букош. Сондықтан лайк басып қолдап кетіңіздер мені. Мына жерде бүйтіп басасыздар достар. Бүйтіп бум боласыздар да. Бум. Так, бум. Ой, тез басу керек. Міне. Қараңыздар, 1,6 килограммдық балық түсті бізге. Мына жерде бум. Сіздер де осыған кіріп ойнасаңыздар болады. Go fishing деп жазсаңыздар, ағылшынша шығады бірінші болып. Өте күшті. Мен өзім негізі құттай ойнағам. Мендегі 1,4 килограммдық 1,4 килограммдық балық түсті жотам. Мен өзім құттай ойнадым, чөт ойнадым. Бір-екі балық ауладым, болды. Сосын шығып кеттім, видеоға түсіремін дедім де. Сіздермен бірге бәрін көргім керек қой. Сондықтан сол үшін лайк қосыңдар. Не осьминог па? 1,4 килограмм, 2,9 килограмм түсті. Осын не істейміз, аулай береміз ба, босқа деген сияқты сіздерге ой келетін шығар. Қазір мен көрсетемін мынадан кейін. Так. Бүйтеміз, қараңыздар. Бүйтіп аулап боламыз. Опа. Алып болғаннан кейін мына жерде мына сел деген мына сататын жер бар, балықты маған келіп мына сел ал деген жазасыздар. Осыны ақша жинайсыздар, ақша береді. Ол ақшаны не істейсіңдер? Шопқа барасыңдар да. Шопқа барасыңдар, новый нелер сатып аласың, мысалы қармақтар сатып аласың. Осын бағанадай басына ілетін, удочканың басына ілетін заттар сатып аласыңдар. Сол сияқты кете береді солай дамып. Енді аяқта оңай кетті ғой менде балықтар ұстау ше. Қазір көрсетейін. Күтіңіздер. Мына жерде қазір қараңыздар, бір не бар екен, бізде дамытатын. Мынаны дамытып жіберейін, көріңіздер ме? Так, менде рюкзакта не бар? Қараңыздар, менде мыналар ашылған, қараңыздар, осы балықтар ашылған. Енді қараңыздар, мына вулкан сайтқа баруымыз керек бізге. Қараңыздар, мына жақта түрлі балықтар бар. Мына астындағы ең манағыдай қатты неместер ма? Әлде наоборот мықтылар ма екен? Наоборот мықтылар, по-моему, да? Иә, мықты, нормәні. Ең жаманы, вулкан сайтқа баруымыз керек достар. Қазір мен уже құттай ойнағаннан кейін кішкене дамып алдым да құттай. Сіздерге ақша жинап басқа әлемдерге бару үшін. Яқтан 500 теңгеге қайық сатып алайын, бәлкім қайық бар ма еді. Так, қайықтан қарайтын еді, қайықты. Түсініксіз. Так. Эвент яқта бар екен, менде эвент бар екен. Мыналар не, Roblox па? Roblox сияқты. Так, қайық. Қайда қайық? Так, жасақсақ болайыншы біреуге. Яқтан шығарады, сол менде жоқ екен. Drive дейміз де. Қалай жүргіземіз енді? Мен жүргізе береді екен. Мына вулкан сайтқа баруымыз керек, мына дәл алдымызда достар. Қазір. Кәдімгі суға батып тұр ғой, мен қаяқ, не біле? Су кіріп тұр ғой, батып кетуіміз керек қой. Қараңыздар, түсінген сияқты, мен примерно түсініп тұрған сияқтымын. Қараңыздар, мен артында бір череп тұр да, тек бір череп тұр. Бір череп деген ол жасыл череп тұр, жасыл череп тұр. Ол маленький деген сөз, не дейтін? Қатты қиын емес деген. Ал мына жақта 2 череп тұр, ол кішкене қиындау. Жақта 3 череп одан қиын, кішкене деген сияқты. Осын көктер шығады.
фиолетовый ма солар шығады. Содан да аулауға болады деген сияқты ғой. Короче қиындай береді аралдарға өткен сайын, мықты аралдарға. Мына жақта да шоп бар. Так, бізде аулау керек мына жақтан. Мына жерде 40 адам отыр негізі серверде. Мен бана қарадым. Просто олар мықты дамып кеткен да. Мен сияқты басында жүрген жоқ. Сол мықты дамып кеткендер жүр екен. Бана басында бір адамды көріп. Сол кішкене қиын тиіс осы өркан. Маған қараңыздар 705 килограммдық балық түсіріп алғым көрші. 6 килограмм почти. Андай 500-ден бір түсеткен да ол. Соны көрсетіп отыр. Удачасы ғой. Так, сивасур тез. Ой, күш бермеді. Тез. 53 килограммдық балық түсіріп алдым, достар. Дамып жатырмын ғой мен жаман. Мұнан екінші бөлім күтетін болсаңыздар, достар, лайк басу керек ма? Точно лайк басу керек ма? Екінші бөлім күтесіздер ма? Айтыңыздар. Ойбай. Макам қолымды тез басып алып болмаса. Жоқ там шірік балық қоқсын. Шірік балық қой. Кәдімгідей істеп жатсам. Бағанағыдай тырмысып жатсам. Вообще құрсын. Ойбай, мынау да қатты қиын емес екен. 7 килограммдық балық та. Так, достар, айтпақшы, подписчиктер арасында менімен бірге видео түсіргілеріңіз келсе, бағанағыдай менің неме жазсаңыздар болады, комментария қалдырып кетсеңіздер болады. Мені бірге видео түсіргім келеді деп болды. Жекеңізге жауап беремін. Содан кейін видеоға түсетін боласыздар. Просто қиын да, өзім түсірген, өйткені сіздермен сөйлесу маған қиынырақ соғады. Так, мен іште 2000 теңге бар, 2000 теңге сатып алуға болады да. 1000 жан дейді ма? 2000 теңге сатып алуға болады, 2000 теңге сатып аламыз. Давай, құттай жинайық, 300 теңгедей жинау керек. $300 ма? Мен теңге деймін, өйткені теңгенің құны сипаттап жатыр. Жақсы. Ондай нелерді айтпай ақ қояйық. Әлеуметтік жағдайларда. Так, достар. Айтпаңыз. Так, подарок түсті. Подарокны так. Жақта бізде қазір бірдеңе байқаған сияқтымын мен. Қазір. Так. Автофинишинг деген бар екен. Автофишинг деген. Соны қосып қойсақ болады сияқты что-то. Мұны көріңдер, өз басады. Рахат қой. Бол жинай береді тасып қой. Мен үшін супер лақтырады. Мен аяқтан немді ашып отыра берейін. Скилл дамытып қойып мына бүйтіп. Так, лакинг фишингті дейін. Өзі тартып отыр. Так, ана аяқтан менде қазір подарок бар еді ғой. Подарок ма деймін? Подарок екенмін ба деймін? Мен тұра оқпын. Лаки. Сымал ғой, көп хат түспейді. Хаттылар түспейді дегенім ма? Так, мына жерде сен не бар екен? Несімен бағанағыдай. Не болды? Қараңыздар. Басына зат қояды екен сонымен вообще. Несі тартып жүрмін ғой. Давай. Қараңыздар, басына андай зат қойын. Және көріп тұрсыздар ма? Андай зат қойдым короче. Так, қазір ана автофишинг тапсаң. Өзіне тапсаң. Дис бермейді. Жоқ. Дис бермейді. Күшті балық түседі. Айырылып қалдым, достар. Жақсы балықтар түседі. Әтшейін жақсы. 900 теңге ма? Болды, нормально. 3 теңге керек болған екен, бәсе. 3 теңге керек жоқ ма? Так, фишинг. Сатып алайыншы. Қалай сатып алмайын? Былай сатып алады екен. Болды ма, қойды ма? Так, енді қоятын шығарымыз. Так, удочка. Мен жерде коман деген не бар екен.
Так, қайсысы мықты? Менде бар екен ғой күшті. Так, 5, 1, 2, 10 лайк, күшті ғой. Эвенттен берген екен ғой. Ақ ты. Мен бекер сатып алдым екен, менде бар екен ғой. Просто қарау керек екен ғой, алла. Жақсы, мынада тұра берсін. Сатып жүруге болмайды екен нақты. Мынадан намен тартып берейінші да. Намен онда күшті мерлерге кету керек қой. Күшті мерларға кету керек қой, достар. Смел тартыпты мынаны. Қараңыздар достар. Достар, смел тартып отырмын кәдімгідей. Нормально. Смел. Ох ты! Еба! Ойбай-ай! Кит түсті, кит достар кәді. Қолыма ұстап көрсетуге да екен мынаны. Қарайшы. Міне. Make gold деген улау. Екіп. Мынаны қараңыздар достар. Еба! Қазір өйтемін да. Болды. Так. Обложка жазайын деп қалам ғой. Так, мына сатып қарайшы, нешеден кетіреді екен қараңыздар. Ой, еба жаным дейба, еба! Егіже потолок болды ғой, потолок достар. Короче, қараңыздар. Токсик зона дейді. Короче, мен қаяққа баруым керек, осыдан кейін. Мен анаған баруым керек екен, сноуи биом дегенге баруым керек екен достар. Сондықтан лайктарыңыз басыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Темірлан KZ арнасы. Қош, сау болыңыздар. Келесіде Након мен немесе Бекушпен видеолар шығып тұрады достар. Сондықтан лайк.